Сондықтан батыс қолдайды екен деп тәтті үмітке де берілмеңіздер. Батыс тек өзінің мүддесіне оң келетінін қорғайды. Сенің мүддең мен оның мүддесі бір нүктеде түйіліссе, онда сенің бағыңның жанғаны. Ал бір нүктеде түйіліспесе, ол қолдамайды. Сондықтан қалың елім, қазағым, қиялданба, ертөстік өліп қалған, қобыланды жоқ, өліп қалған. Өзіңді өзің құтқарасың. Әрбір етікші, бақалшы саудагер, таксист, жер егуші, малшы, қарапайым шаруа адамы, қарапайым мұғалім, қарапайым дәрігер, қарапайым тірлік иесі. Барлықтарыңыз тек ұйымдасып, одақтасып, осы күйі жүреміз ба, бірдеңе істейік деп, топ құрып, группа жасақтап, ойласып, ақылдасып, мынау 1000 семьяны құртсаңыздар болған. 1000-ақ семья, көп емес. Қазақстанда 5-ақ мың адам ұстап отыр. 5-ақ мың адам. Сол 5000 адамның көзін құртсаңыздар, бақытты боласыздар. Сол 5-ақ мың қазақ 20 миллион қазақты сорлығып отыр. 20 миллиондарыңыз арып, ашып, кредит төлеп, күн түндемей, екі қолға бір жұмыс таппай, ұл қыздарыңыздың түрінде көрмей, таң қараңғысынан күннің батқанына дейін қара жұмыс істеп, жан таласып, жігіттер барахолкада жүк сүйреп, құрылыста, анау мұнайда неше түрлі қиын жерде жұмыс істеп, қақаған аязда құрылыста жұмыс істеп, денсаулықтан, бүйректен айырылып, арып ашып, вақталық жұмыстарды істеп, тозып, әйелдер киер киімге жарымай, ішер асқа жарымай, балашаға қиналып, жоқшылықта күн көріп отырған себептеріңіз сол сұмырай 1000 семьядан. Сол Назарбаев іріктеген қанішер 1000 семьяны құртсаңыздар, қалың депутат, министр, прокурор, судья, сот, полицей, әкім, сәкім, сол 1000 семья бүкіл Қазақстан бойынша. Соның көзін құртсаңыздар, бақыт алдарыңызда ғана тұр. Аттап бассаңыздар, бақытқа ие боласыздар. Тек соған бақытқа ие болуға, аттап басуға құлықтарыңыз болмай тұр. Бүкіл Қазақстанда, бүкіл қазақ халқын сорлатып отырған 1000 қанішер семья бар. Яғни қазіргі қазақ билігін ұстап отырған 1000 үстем тап өкілі бар. 1000 қанішерлер, олар 1000 жендеттер, олар 1000 адамдық кәдімгі ұрылар, қарақшылар, 1000 адамдық бандиттер олар, 1000 адамдық ұлт жаулары. Осы 1000 семьяны құртып жіберсеңіздер, сіздер бақытты боласыздар. Біз де бақытты боламыз.